бешпент тігудің екінші бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімде біз барлық бешпентіміздің бөліктерін, жалғаған жерлерін тігуге тырысатын боламыз. Мінекей ең бірінші арқасының жаңғы бөліктерінің төменгі жақтарын тігеміз. Болғаннан кейін артық жерлерін қиып тастаймыз. Мен басында қиған кезде артықтау алып қидым, одан кейін тігіп болғаннан кейін қиып тастадым. Енді міне арқа бөлігінің төменгі жақтарын тігіп жатырмыз. Әрбір тіккен тігісіміздің үстінен тағы да бір сыртынан бір өтіп шығамыз. Мен оны өткен видеоларында көрсеткен болатынмын. Яғни ол тігісімізді тегістеу үшін қажет. Енді мына бізде алдыңғы бөліктерінің жалғасы болып келеді. Бірінші бөлімде көрсеттім. Осы жерлерін тігетін боламыз. Бұл төменгі жағы біздің 25 сантиметрге ұзартқан жеріміз. Соны жалғап қайтадан тігеміз. Тігісті тігіп болғаннан кейін үстінен тағы да бір өтеміз оң жағынан. Мынау енді бізде подборд. Подбордты да бір-біріне жалғаймыз. 25 сантиметрге ұзартқан болатынбыз ортасынан. Соны жалғап тігетін боламыз. Тығанағы қиып алғанымыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай өлшемдері кішкене сәйкес келмей қалған сияқты болады. Себебі біз сол жерде лекала бойынша өзгерткен болатынбыз. Сондықтан да кішкене келіңкіремей қалған жерлерді артығын бірден қиып тастап отырамыз. Қиғанда да дәлме-дәл қимай, кішкене қалдыра отыра артықтау қылып матамызды қиямыз. Мынау жаңғы бөлігі, алдыңғы бөліктің соны да қойып өлшеп көреміз. Етектері бір-біріне сәйкес келе ме, келмей ме қараймыз. Ол жаңғы бөлігінің да етегіне көріп тұрсыздар, сары мата жетпей қалып тұр. Сол жерді бізге жалғау керек болады. Осындай сары матасын осындай бөлікте қиып аламыз да сарыға жалғайтын боламыз, подбордқа яғни. Бұл не себептен бұлай болып шығып жатыр? Себебі біз дайын тұрған лекаланы өзгертіп жатырмыз. Яғни 25 сантиметрге ұзарттық. Сол кезде оның етегіндегі ұзындықтарда өзгереді. Сондықтан да осындай өзгерістер болып жатыр. Мінекей осындай қылып, кәдімгідей қорықпай ештеңеден батылырақ болып қия беріңіздер. Мінекей осылай қойған кезде барлығы ровно келу керек. Екінші жағында қиып аламыз. Екінші жаңғы бөлігіне, яғни бачокқа. Қайталап айтайын, бұл алдыңғы бөліктерінің етегін қиып жатырмыз. Біз артқы бөліктерін уже қиып дайындап қойдық. Мінекей жалғадық. Жалғаған жердің үстінен тағы да бір тігіп өттік. Енді алдыңғы бөліктерінің жаңғы бөлігімен бірінші жалғап аламыз. Бачокты яғни. Өлшеп қарап аламыз. Бір-біріне оң жақтарын қарата отыра инемен әрбір жерден бекітіп тігіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей алдыңғы бачок жағынан бізде артық мата қалып тұр. Соны қиып тастаймыз, теңестіріп. Яғни ондайлар болып тұрады. Ұзартқан кезде мата кейбір уақытта созылып жайылады, кейбіреулері керісінше жиырылып тұрады. Сондай кезде артық бөліктер болады. Оның бәрін әрине өлшеп болғаннан кейін барып қиямыз, бірден емес. Осылай қарап алғаннан кейін. Міне енді біз подбордымызды жалғап тігетін боламыз. Бір-біріне оң жақтарын қаратамыз да инемен қадаймыз. Мінекей бұрышына келген кезде де осылай әрбір бөлігін бұрыштай отыра инемен бекітіп, сосын тігеміз.
Тігіп болғаннан кейін тағы да бір үстінен өтіп шығамыз оң жағынан. Енді арқасын біз жаңғы бөлігімен қосуымыз керек, яғни бачогымен арқасын бір-біріне бірінші тексеріп аламыз, сосын оң қаратып бір-біріне қойып тігіп аламыз да, үстінен тігісін тағы да бір тігіп шығамыз, тегістеп. Әрі қарай арқасында бізде жоғарғы жағында выточка бар, яғни үшбұрышты ойығы. Оны бір-біріне қарата отыра, сол үшбұрышты бағытпен тігіп шығамыз. Және де соңына келген кезде ақырын тігісімізді азайта отыра шетіне қарай ақырындап шығып кетеміз. Яғни тігісіміз тегіс біркелкі азая беруі керек шетіне қарай. Тігістің үстінен үтіктеп шығамыз, яғни ойық жерімізді тіккеннен кейін үтікпен бір басамыз оны. Мінекей бізде екі артқы бөлігі, арқасы, оларды ортасынан біріктіріп тігетін боламыз. Және де алдыңғы бөлігі, алдында бізде кәдімгідей подбордпен тігіп қойдық. Және де келесі бізде бұл негізгі матадан алдыңғы бөліктері бачогымен алды. Бұларды біріктірмес бұрын біз дублерин матамен қатайтып аламыз. Мінекей осындай арнайы желімделген мата болады дублерин. Менде ақ түсті. Әрбір бөлігін қойып дублерин матамызға, яғни екі бүктеп, әрбір бөліктерін екіден қиып аламыз. Қиған кезде дәл өлшеммен қимай 1 сантиметрге кем қиюымыз керек шеттерінен. Яғни бізде тігіске кететін жерлеріміз қатты болмауы керек, әйтпесе дүрдиіп жаман болып көрінетін болады. Тігістеріміз тегіс жатпайтын болады. Сондықтан да 1 сантиметрге кем қиямыз. Міне мен қайшыны матаның астынан ала отыра қиып отырмын. Міндетті түрде дәл өлшем бойынша қию міндетті емес. Егер де сіздерде қалған бөлік маталар болса, қалдық, солармен мысалға жалғап дублеринмен қатайтуға болады. Мінекей мынау бізде алдыңғы бөліктері, екі жаңғы бөлігі, 4 бөлік. Үтіктеп шығамыз үстінен. Жақсылап үтіктейтін боламыз, себебі желімдеріміз қатты еріп жабысып қалуы керек. Сонда біздің формасын сақтайтын болады матамыз. Мынау бізде қолы, жеңдері, яғни мынау міне жоғарғы точкасын көрсетіп тұрмын. Ең жоғарғы нүктесімен жантайып келген рукавтың, яғни қолдың бірге қосамыз. Лекалада олар белгіленген. Мінекей тағы көрсетіп тұрмын. Төменгі жеңнің ең биік нүктесімен жантайып келген жоғарғы биік нүктесімен қосылады. Оларды да дублеринмен қатайтып аламыз. Мінекей біздің 8 бөлігіміз, яғни 4-еуі алды, 4-еуі арқасыныкі жаңғы бөліктермен бірге қосқанда. Және де бірінші бөлімде көрсетуді ұмытып кетіппін, яғни астар матаның арқасының мой бөлігі бізде бұл осылай екіге бүктелініп қиып аламыз да 1-1 сантиметрден тігіске қалдыра отыра дәл осылай қиып аламыз. Бұны негізгі матадан қиямыз. Мойнын тігу үшін біз ең алдымен арқа бөлігін бір-біріне жалғап тігіп аламыз. Екі ортасынан оң қаратамыз да бір-біріне
тігіп шығамыз. Тіккеннен кейін тігістің үстінен тағы да бір жүріп өтеміз. Мінекей осындай болуы керек. Тігістің үстінен тағы да бір жүріп өттік. Мынау төменгі жағы. Осы жерде арқасының, яғни ортасынан 2 см артық алынған лекала бойынша. Соны сіздер склад қылып, яғни бүктеп, сосын барып мойнын жалғайсыздар. Мен олай жасамадым, маған өзіме осылай ыңғайлы болды. Ал бірақ та сіздер шатасып кетпес үшін сол жерді 2 см-ге бір-біріне склад қылып бүктеп тігіп шығуларыңыз қажет. Сосын барып мойнын жалғайсыздар осылай. Инемен бекітіп аласыздар. Бір-біріне оң қарата отыра айналдырып шығасыздар. Тігіп болғаннан кейін міне стрелкамен көрсетіп қойдым, яғни сол жерде 2 бүктелген склад болу керек ортасында. Астар мата бойынша. Тігісіміздің үстінен тағы да бір жүріп өтеміз, яғни тегіс қылу үшін. Енді сіздерге түсінікті болу үшін жеке-жеке көрсететін болсам, мынау бізде алдыңғы бөлігі, содан кейін жанғы бөлігі, міне ол осы жерде тұрады. Мынау артқы бөлігі, арқасы. Арқасының да жанынан бізде қолтығының астында жанғы бөлігі бар. Бачок. 2 бачок бір-біріне жалғанады, яғни жанынан. Және де жеңдері. Мынау бізде жоғарғы бөлігі. Жантайып тұрған жағы арт жаққа қарап тұр. Сол жерден ең жоғарғы нүктесі бойынша төменгі жеңімізді жалғаймыз. Ол лекалада көрсетілген қай жерден қалай жалғайтыны сызықтармен. Ал мынау бізде астарлары. Алдыңғы бөлігі, мінекей бешпетімізді ашқанда осылай болып тұрады. Және де артқы бөлігі, мінекей. Бұлары уже толықтай тігілген бачоктары. Келесі видеомызда негізгі маталарды жалғап бір-біріне өтемін, және де моншақ арқылы ою салуды, яғни декор жасауды үйренеміз. Сіздермен болған Айсұлу. Сіздерге лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Каналымның дамуы үшін подписка жасап, WhatsApp арқылы бір-біріңізге жіберсеңіздер жеткілікті. Сау болыңыздар.